Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер ашытқысыз пайдалы нан туралы сөз қозғайтын боламыз. Қазіргі таңда нансыз өмірін елестете алатындар аз. Дәмді хош иісті жаңа пісірілген өнімнің жанынан өту мүмкін емес. Бірақ соңғы уақытта әсіресе салауатты өмір салтын ұстанушылар көбінесе ашытқысыз нанды жақсы көреді. Құрамында ашытқы жоқ болғандықтан бұл әлде қайда пайдалы деп саналады. Дегенмен бұл рас па? Шын мәнінде ашытқысыз нанның жарқын мысалы қабығын сақтап қалған тұтас дәндерден жасалған құрғақ нан. Мұндай өнімдерде әлде қайда көп витаминдер мен пайдалы минералдар бар. Өйткені бұл қабықшалар ерекше құнды құрамға ие. Сондай-ақ ашытқысыз нан туралы айтатын болсақ, олар ұн мен судан тұратын табиғи ашытқыдан жасалған өнімді білдіреді. Табиғи ашытылмаған нан туралы айтатын болсақ, бұл пайдалы өнімнің кез келген басқа нан өнімдерінен басты ерекшелігі адам ағзасына зиянды наубайхан ашытқысының болмауы. Мұндай пісіру өте ұзақ уақыт бойы ас қорыту жолдарының ауруларын алдын алу және емдеу үшін қолданылған. Үйде нан жасау. Мұндай өнім үшін ашытқы қажет. Дайындыққа жалпы шамамен 5 күн кетеді. Ол үшін қақпағы бар шыны немесе эмальдан жасалған ыдысты қолданған дұрыс. Бөтелкедегі және қайнаған суды дайындауға жарамайды. Су сүзгіден өткен кәдімгі кран суы жеткілікті. Ұнды қара бидайдың ірілеп ұнтақтаудан өткенін қолданған жөн. Алдымен қажетті мөлшердегі суымызды мұқият араластырып, 1 күнге қоямыз. Қажетті мөлшердегі, мысалы 50 грамм, 50 мл суды қосып, тағы 1 күн тұндырамыз. Осылай үнемі қайталап отырып біз ашытқыды жасаймыз. Достар, бұл өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер.